Жат ағымға қалай қарсы тұруға болады? Кез келген деструктивті ағымдар ұлттық негізге қарсы. Оған бірден-бір иммунитет ұлттық кодтың кілтін табу. Ұлттық код дегеніміз ұлттық болмыс, салт сана, ұлттық тарих пен дәстүр, мінез-құлық пен халықтың арман мұраты, тілі мен ділі. Бұл бір халықты басқа халықтан ажыратып, оның табиғаты мен құндылығын танытатын басты ерекшелік. Атадан балаға жалғасқан, әкенің қанымен, ананың сүтімен беріліп келе жатқан тектілік. Ұлттық кодты сақтау, соған сәйкес өмір сүру қазіргі таңдағы жаңа тұрпатпен жаңғырудың басты шарты. Өкінішке орай, теріс ағымның жетегінде жүрген көптеген қандастарымыз осыны түсінбейді. Соның салдарынан мұсылмандық пен арабшылдықты шатастырып, сан ғасырлық тарихымызды мойындамайды. Осы арқылы өзіне деген қоғамдағы қарсылықты күшейте түседі. Егер мысалы үшін бәріміз қара жамылып, араб елдеріндегідей жүретін болсақ, онда біз қазақ емеспіз, мұсылманбыз, біз арабпыз. Арабтың да енді жағдайын көріп жатырмыз ғой енді. Керемет бір мақтанады деп, немесе соған еліктейтін деген халық емес. Шындап келетін болса. Сондықтан да тағы да қайталап айтамын. Мұсылмандық пен ұлттық негізді басқасын шатастыруға да болмайды, біреуіне қарсы қоюға да болмайды. Немесе соны арабтан немеде басқадан келген уағызшылардың сөзін еліктеп, соларға мүлдем еліктеу арқылы өзіңнің ішіндегі нәрселердің бәрін өлтіріп алуға болмайды. Ол исламға қарсы жасалған ең үлкен қиянат сол. Мен кейде бір әңгімелерде айтып қалам. Мысалы үшін жарылыс жасап жатқан азаматтар, немесе осында теріс ағымға кіріп, өзін агрессивті түрде қоғамға қарсы қойып жүрген азаматтар исламға қарсы жұмыс істеп жатыр айналып келген кезде. Кіндік қанымыз тамған отанымыздың тұтастығы барлық патриоттың ұраны болу керек. Ұлтымыздың даралық ерекшелігі мен өзіндік рухани қасиеті болып табылатын ұлттық кодты мирас ету әрбір азаматтың міндеті. Ол үшін тарихыңды біл, ұлттық рухани мәдениетіңмен қарулан. Ойлан бауырым, зайырлы мемлекеттің заңдарына қарсы шығу, ата-баба аманатына адалдық танытпау, сенің және сенің ортаңның кемшілігі саналады. Теріс ағымға жол берме, өзіңнің салтыңа жат, экстремистік пиғылға рухани біліміңмен қарсы тұр. Өз тағдырың өз халқыңмен екенін естен шығарма.